Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын модуліміз білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен генерациялау барысында білім алушының QR-кодты сканерлеу кезінде орналасқан жерін тексеру. Бұл модуль жұмыс жасау үшін бізге келесі модульдердің лицензиясы қажет. Яғни білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу және де бағалар журналының лицензиясы, немесе сіздің жоғары оқу орнында ағымдық үлгерімді бақылау журналы қолданылған жағдайда сол журналдың лицензиясының орнатылғандығы болу қажет. Ары қарай баптауымызды жүйенің тұтынушы интерфейсі бөлімінде қарастырамыз, яғни бұл бөлімде біз бірінші сабақ кестесі бөлімінен аудиториялық қорлар таңдаймыз. Бұл бөлімде оқу корпустарының тізімін таңдаймыз және де өзімізге қажетті корпусты таңдаймыз. Келесі корпус туралы ақпаратты толтыру бөлімінде корпустың карта бойынша орналасу жерін көрсету яшығын белгілейміз және де картаны бейнелейміз. Яғни өзіміздің жоғары оқу орнындағы корпустың орналасқан жері қай жер, картадан сол жерді белгілеп сақтаймыз. Осындай ретпен біз өзіміздің корпусымыздың картасын сақтаймыз, яғни орналасқан жерін. Осылайша тізімде қанша корпусымыз бар, барлығының орналасқан жерін бейнелейміз. Баптауымыздың келесі бөлімін, ол оқу үдерісі мониторингі бөлімінен өзімізге қажетті журнал таңдаймыз. Яғни егер де бізде жоғары оқу орнында бағалар журналы қолданылатын болса, онда бағалар журналын таңдаймыз. Келесі реттеулер бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде біз QR-код көмегімен қатысушылықты есепке алу бөліміне өтеміз. Яғни оқытушылар білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу үшін бұл бөлімде келесі баптаулар орындалады. Ең бірінші ол сабаққа қатысуды растау үшін QR-кодты бейнелеу бөліміне біз иә деген мәнді орнатамыз. Келесі QR-кодты жаңарту аралығы бөлімінде өзімізге қажетті жаңарту аралықты көрсетеміз. Келесі оқытушыға ағымның білім алушыларының келесідей пайызына қатысушылық туралы белгіні өздігінен қоюға рұқсат беру бөлімінде бір ағындағы қанша білім алушыға оқытушы өздігінен қатысу туралы ақпаратты қоя алады, яғни белгіні сол пайызды көрсетеміз. Егер де біз бұл жерге 50% деп көрсетсек, онда біздің ағынымызда немесе тобымызда 10 студент болса, оқытушы өздігінен тек 5 студентке ғана келді деген белгіні қоя алатын болады. Келесі QR-кодты көрсетуге болатын сабақ басталғанға дейінгі минуттар саны. Яғни біздің сабағымыз басталғанға дейін неше минут бұрын QR-кодымыз бейнелену керек, сол уақытты көрсетеміз. Келесі QR-кодты өшіру. Яғни QR-кодты біз қашан өшіреміз, соны көрсетеміз. Яғни ол сабақты бастау уақытына сәйкес, немесе генерациялау уақытына сәйкес. Бізде сабақты бастау уақытына сәйкес және де сабақ басталғанға дейінгі минуттар саны бөлімдер белгіленді болады, егер біздің жалпы баптаулар бөлімінде журналда жарияланған кестені ескеру бөлімінде иә мәні қарастырылған болса. Яғни оқытушылар үшін тек қана жарияланған сабақ кестесіне сәйкес журнал ашылу керек болған жағдайда. Келесі өзімізге қажетті мәнді таңдаймыз. Келесі QR-код өшетін минуттардың саны, яғни генерациялағаннан кейін қанша минуттан кейін QR-код өшу керек, сол аралықты көрсетеміз. Егер де біз бұл жерге 15 минутты белгілейтін болсақ, онда бізде сабақ басталғанға дейін минуттар саны 0, яғни тура сабағымыз басталған уақыттан бастап QR-код бейнеленетін болады. Келесі генерациялау уақытына сәйкес, яғни оқытушы оны сабақтың басында немесе сабақтың ортасында, яғни қай уақытта генерациялайды, сол уақыттан бастап өзіміздің көрсеткен минут бойынша қосылып тұратын болады. Яғни біздің көрсеткен уақыт ол 15 минут. Келесі QR-код көмегімен жұптасқан сабақтарға қатысуды есепке алу. Яғни егер де бізде жұптасқан сабақтар болса, онда QR-кодты қалай қалыптастырамыз? Әр сабақ үшін бөлек растау, немесе бірнеше сабақтарға арналған бірыңғай растау. Келесі QR-код көмегімен болуды растау кезеңінде қашықтықты есепке алу. Яғни білім алушылардың QR-кодты сканерлеу кезінде орналасқан жерін тексеру. Яғни өзімізге қажетті мәнді қоямыз. Егер де біз иә мәнін көрсетсек, келесі QR-код пен сканерлеу құрылғысы арасындағы максималды қашықтық бөлімінде өзімізге қажетті қашықтықты көрсетеміз. Яғни осы қашықтықтың арасында білім алушы сканерлей алады. Ал егер де осы жерде көрсетілген қашықтықтан басқа жерде болса, онда білім алушыға оның құрылғысы
максималды қашықтықтан тыс орналасқандығы туралы хабарлама бейнеленетін болады. Келесі, оқытушыларға корпустың орналасу жерін редакторлеуге рұқсат беру. Яғни, біздің баптауларда көрсетілген орналасу жерінен басқа жерде орналасқан болса, онда QR-кодты генерациялаудан бұрын оқытушылар бірінші корпустың орналасқан жерін өзі көрсете алады, одан кейін барып QR-кодты генерациялайтын болады. Жалпы бұл модульдің бізде негізгі мақсаты ол білім алушы QR-кодты генерациялау нүктесінен белгіленген радиус шегінде болуын бақылауды қамтамасыз ету. Осымен біздің модулімізге арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.